Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз оңай әрі тойымды болып шығатын таңғы ас жасаймыз. Бұл таңғы асты жасау үшін сіздерге керегі картоп қана, ал ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен бізге керегі піспеген 4 орташа картоп. Осы картопымызды үкіштен өткіземіз. Бұл жерде үкіштің майда бөлігінен картоптарыңызды майдалап өткізіңіздер. Картопты үкіштен өткізгілеріңіз келмесе, онда осы картопты блендермен майдаласаңыздар да болады. Блендермен майдалайтын болсаңыздар бір келкі болады. Осы кезде мен 50 грамм сыр қостым. Бұл сырды өз қалауларыңызда қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Мінекей сырымызды үкіштен өткізіп болдық. Ал енді бізге керегі 2 штук жұмыртқа. Жұмыртқамызды қосамыз. Сосын біз кішкене ғана қопсытқыш қосамыз. Біздің осы панкектеріміз көтерілу үшін, және де дәміне қарай тұз, бұрыш қоссаңыздар болады. Мен бұл жерде тек қана кішкене тұз қостым. Тұзды қосып, осылардың бәрін жақсылап тұрып араластырамыз. Енді бұл жерде біз ең соңғы ингредиентімізді қосамыз, ол ұн. Мен бұл жерде барлығы 80 грамм ұн қостым. Яғни бұл жерде біздің осы салмамыз қатты қою емес, сұйық емес, орташа қоюлықта болу қажет. Мінекей қараңыздар, бізде осындай салма шығу қажет. Оладьимізді пісірейік. Ол үшін біз табамызды алдын ала қыздыруымыз қажет. Баяу отта қыздырған соң, осылай бір қасықтан оладьимізді салып шығамыз. Сосын осы оладьидің екі жағында пісіреміз. Менде шамамен бір жағы пісу үшін 1-2 минут кетті. 1-2 минут өткен соң, осылай екінші жағына аударамыз. Қараңыздар, бізде осындай қып-қызыл болып, әдемі болып піседі. Піскен оладьимізді тарелканың үстіне қойылған салфеткаға қойып шығамыз. Достар, сіздер бұл жерде табаңызға кішкене ғана май құйып, яғни сұйық май құйып, осы оладьиларыңызды пісірсеңіздер де болады. Негізі біз бұл жерде оладьиді табамызға май құймай пісіреміз. Бірақ сіздер құйып пісіріп көрсеңіздер де болады. Май құйып пісіретін болсаңыздар да, сіздердің оладьиларыңыз өте әдемі қызарып, өте дәмді болып шығады. Достар, біздің табамыздың оты баяу отта болу керек. Осы оладьимізді салған соң 1-2 минуттай күтеміз. 1-2 минут өткен соң, осы оладьиді екінші бетіне аударып, тағы да 1-2 минуттай пісіреміз. Қараңыздар, біздің оладьиларымыз осылай қызарып, әдемі болып пісіп жатыр. Піскен оладьимізді басқа тарелкаға, яғни тарелканың үстінде салфетка қойылған ыдысқа осылай қатарынан әдемі салып шығамыз. Достар, сіздер осындай бір ерекше картоптан жасалған оладьиді міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі де өте дәмді, басқаша болып шығады. Осы картоп қосылған оладьиді жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Өте дәмді және де әдемі болып шығады. Сіздер осы картоп қосылған оладьиді міндетті түрде қаймақпен жеп көріңіздер. Қаймақпен жейтін болсаңыздар, өте 2 есе дәмді болып шығады. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.